Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, оқытушылар, оқу өндірістік шеберлері. Бүгінгі мен сіздермен педагогикалық тәжірибенің сипаттамалары жөнінде оқыту семинарын өткізгім келіп отыр. Яғни бізде тәжірибесі мол оқытушылар мен оқу өндірістік шеберлері жұмыс істейді. Сол кісілердің тәжірибесін жинақтап, колледждің 85 жылдық мерейтойына арнап біз жинақ шығаруымыз керек. Соның алдында сіздер 15 мамырға дейін тәжірибелеріңізді қалай сипаттайсыздар? Соны мен сіздерге бағыт-бағдар берейін деген. Педагогикалық тәжірибені сипаттау. Бірінші, педагогикалық тәжірибе туралы құжаттар мазмұнын анықтау. Тәжірибенің атауы, пайда болу жағдайлары, ерекшеліктері, тәжірибенің маңызы, өзектілігі, болашағы, тәжірибенің тиімділігі, пайдалылығы, тәжірибенің теориялық негізі, негізгі идеясы, мазмұнының сипатталуы, тәжірибенің жаңашылдығы, жетекші педагогикалық идеясы, технологиясы, нәтижелілігі, кімге арналады, пайдалану күрделілігі, басқа жағдайларда пайдалану мүмкіндігі. Педагогикалық тәжірибені анықтау, табу. Яғни педагогикалық тәжірибені қалай анықтауға болады? Бұл кез келген оқытушының қызметіне байланысты әртүрлі бағытта анықтауға болады. Білім алушылардың білім сапасы нәтижелерінің мониторингі, білім беру мекемелеріндегі оқыту үрдістері нәтижелерін талдау, инновациялық режимде жұмыс істеп жүрген оқытушылар туралы мекеме басшыларына мәлімет алу, тәжірибе иесінің өз жаңалықтары, табыстары, тиімді нәтижелер беретін әдістері туралы мәлімдемелері, педагогикалық шеберлік байқаулары, конференциялар, семинарлар, тағы басқа. Интернет қорын пайдалануы, білім алушылар мен ата-аналар пікірлері, педагогикалық тәжірибеге қойылатын ең басты талап ұзақ уақыт бойы жоғары нәтиже көрсетуі. Педагогикалық тәжірибені зерттеу мерзімдері. Педагогикалық қызмет жүйесін зерттеу бұл бірнеше жыл зерттеуге болады. Оқытушының қандай да бір тақырыптағы жұмыс жүйесін зерттеу, ол 1 жыл зерттеуге болады. Оқытушының жұмыс тәжірибесіндегі бір тиімді элементті зерттеу, бұл белгіленген уақыт бөлігінде ғана зерттеуге болады. Жаңа технологияны меңгеру тәжірибесін зерттеу, бұл меңгеру нәтижесіне байланысты болады. Тәжірибенің қажеттілігі. Білім беру мекемелері қызметкерлерінің талаптарына сәйкес келуі. Озық тәжірибені тарату формасы. Яғни мақсат не үшін, мазмұн не, әдіс тәсілдер қалай, нәтиже қандай. Педагогикалық тәжірибені зерттеу жоспары. Педагогикалық тәжірибе тақырыбы, зерттеуі, мақсаты, авторы, шығармашылық тобы, жұмыстың кезеңдері, жинақтау зерттеу формалары, түрлері. Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері. Бірінші, құжаттарды талдау. Білім алушылар білімінің мониторингі негізінде педагогикалық қызметтің нәтижелерін зерттеу. Педагогикалық тәжірибе авторының педагогикалық қызметінде дәстүрлі емес әдістерді қолдануы нәтижесін көру мақсатында құжаттарды салыстыру, талдау, оқу әдістемелік, дидактикалық материалдарды, аттестация материалдарын талдау. Екінші, сауалнама өткізу. Педагогикалық тәжірибенің әріптестері, білім алушылар, ата-аналар үшін құндылығын зерттеу мақсатында жүргізіледі. Үшінші, талдау. Педагогикалық тәжірибенің жалпы қасиеттерін, белгілерін және олардың өзара байланыстарының құраушы бөліктерін бөліп шығару. Төртінші, бақылау. Оқу тәрбие үрдістері мен құбылыстары туралы мағлұматтар жинау. Бесінші, салыстыру. Берілген қатардағы объектілердің әрқайсысының қасиеттерін өзара сапалық салыстыру арқылы зерттеу жұмысын жүргізу. Алтыншы, өзін-өзі бағалау. Жеке тұлғаның өз мүмкіндіктерін, қасиеттерін, кәсіптік шеберліктерін басқалармен салыстырмалы бағалай білуі. Жетінші, әңгіме. Сегізінші, диагностика, яғни зерттелетін объектілердің жағдайларын бағалау. Педагогикалық тәжірибе туралы құжаттарға қандай талаптар қойылады? Бірінші, талапқа сәйкестігі.
Екінші, тәжірибені басқа оқытушылардың қолдану мүмкіндігі. Үшінші, нақтылығы. Төртінші, тәжірибе иесінің педагогикалық қызметі мысалдары негізінде әдіс тәсілдер тәжірибенің компоненттерін ашып көрсетуі. Келесі, ғылымилығы. Одан кейін сипатталған компоненттердің педагогика теориясындағы анықтамаларға сәйкес келуі. Одан кейінгі біртұтастығы, логикалық жүйелілігі. Келесі, компоненттерді нақты педагогикалық тәжірибе тұрғысындағы алатын орнына сәйкес өзара байланыстарын ескере отырып, жүйелі түрде сипаттауы. Педагогикалық тәжірибені тарату деңгейлері. Бірінші, практикалық деңгей. Жұмыстың жеке әдіс тәсілдерін көрсетіп сипаттау, нәтижесін көрсету, жұмыс жүйесін сипаттау. Сипаттау түрлері: ашық сабақтар, семинар, практикумдар, шығармашылық есептер, көрмелер, рефераттар, анықтамалар. Екінші деңгей, әдістемелік деңгей. Тәжірибенің жетекші педагогикалық идеясын бөліп алу, даму жағдайларын сипаттау, нәтижелілігін талдау, әдістемелік ұсынбалар мен материалдар, яғни құрал жабдықтар әзірлеу. Сипаттаудың түрлері: педагогикалық оқулар, педагогикалық тәжірибе мектебі, шебер класстар, авторлық мектеп, технологиялық карталар, әдістемелік плакаттар, бейне фильмдер. Ғылыми деңгейі. Тәжірибені ғылыми теориялық тұрғыда талдау, практикалық жаңашылдығын, жинақтылығын, теория мен практиканы дамытудағы маңызын сипаттау. Бұндағы сипаттау түрлері: басылымдар, статьялар, ғылыми практикалық конференциялар жинақтарындағы тезистер, монографиялар. Зерттелген педагогикалық тәжірибені тарату. Жинақталған педагогикалық тәжірибені оқытушылар қолдана алу үшін тәжірибе мазмұнын сипаттап қана қоймай, теориялық тұрғыда талдау керек. Келесі, педагогикалық қызметтің тиімді нәтижелері қандай? Педагогикалық жағдайларда жүзеге асқаны көрсету керек. Үшінші, нақты тәжірибе жинақтаудағы қиындықтарды сипаттау керек. Нәтижесінде педагогикалық тәжірибе тарату алгоритмі пайда болады. Бірінші, тәжірибе сипаттамасы, әдіс, тәсіл, технология, тағы басқалары. Не үшін қолданылады? Бұл жерде мақсаты. Қалай жүзеге асырылады? Яғни бұл жерде технологиясы. Қандай нәтиже береді? Қандай жағдайларда жүзеге асыруға болады? Егер тәжірибе иесі ерекше дарынды, тәжірибесін қайталау, пайдалану, қиындық туғызатын адам болса, басқалардың шығармашылық деңгейін көтеру, белсенділігін арттыру, өздеріне сенімділігін нығайту мақсатында педагогикалық шеберханалар, авторлық курстар, семинарлар, шығармашылық мектептер, практикумдар, тағы басқа зерттеуші педагогтың шығармашылық зертханасын ашып, көпке көрсете алатын, тарата алатын жұмыс түрлерін қолдану керек. Педагогикалық тәжірибені сипаттау жүйесі. Педагогикалық тәжірибе туралы құжаттар мазмұнын анықтау үшін жаңағы тәжірибенің атауы, пайда болу жағдайлары, ерекшеліктері, оның маңызы, өзектілігі, болашағы, тиімділігі, пайдалылығы, теориялық негізгі идеясы, мазмұнының сипатталуы. Жаңашылдығы, жетекші педагогикалық идеясы, технологиясы, нәтижелілігі, кімге арналады бұл тәжірибе, оның пайдасы, пайдалану күрделілігі, басқа жағдайларда пайдалану мүмкіндігі. Екінші, оқу тәрбие үрдісіндегі қандай қарама қайшылықтар, қиындықтар тәжірибе иесін жаңа әдістер іздеуге итермеледі. Тәжірибе негізі, жетекші және қосымша идеялар байланысы қандай ғылыми негіздерге, практикалық тәжірибелерге сүйенеді? Кімнің озық тәжірибесі түрткі болды? Қандай авторлардың жұмыстарын пайдаланды? Тәжірибе авторларының жеке идеялары және пайдаланған идеялары тағы сол сияқты. Төртінші, педагогикалық тәжірибенің маңызы. Басқа пайдаланылып жүрген тәжірибелерден ерекшелігі, жаңашылдығы, жетістіктері. Жетістік неде? Тәжірибе не үшін пайдаланылады? Құрамының жүйелілігі, нәтижесі, жоғары нәтижеге қандай шарттар арқылы қол жеткізді? Бесінші, белгіленген нәтижелерге жету үшін
оқушылардың таным қызметтерін қалай жолға қоюға болады. 6. Жаңа технологиялар мен бұрынғы әдіс-тәсілдер арасындағы байланыстар. Педагогикалық тәжірибені тарату формалары. Біліктілік арттыру курстарында, педагогикалық шеберханалар арқылы, кәсіптік шеберлік байқаулар арқылы, педагогикалық шығармашылық фестивальдар арқылы, көрмелер, педагогикалық шығармашылық, педагогикалық тәжірибе, педагогикалық жаңашылдық, педагогикалық шеберлік мектебі арқылы, шығармашылық семинарлар, тағы басқалар арқылы. Педагогикалық тәжірибені жинақтау және тарату жұмысының қорытындысы ретінде педагогикалық тәжірибенің ақпараттық картасын жасауға болады. 1. Тәжірибе иесі, педагогикалық ұжым, мекен жайы көрсетіледі. Тәжірибенің теориялық интерпретациясы, негізі, нәтижелілігі, жүзеге асыру күрделілігі, пайдалану мүмкіндігі мен шарттары. 4. Тәжірибе иесінің шығармашылық ізденістері. 5. Ақпарат көздері, басылымдар. 6. Эксперттік шешім. 7. Тәжірибе тарату түрлері. Тәжірибе иесі қолы керек, эксперттің қолы керек, ғылыми жетекшінің қолы болу керек. Жаңа ғасыр оқушысы, яғни біз оны өмірдегі өзгерістерге бейімделе білу керек. Қажет білім қорын өз бетімен ала білу керек. Алған білімін өмірде түрлі проблемалар шешуде қолдана білу керек. Өз бетімен сыни тұрғыда ойлай білу керек. Жаңа технологияларды қолданып, кездескен қиындықтарды шешудің жеңіл жолдарын таба білу керек. Алған білімін қоршаған ортада қайда, қалай қолдана алатынын нақты сезіну керек. Шығармашылық тұрғыда ойлай білу керек. Жаңа идеялар таба білу керек. Ақпарат көздерімен сауатты жұмыс жасай білу керек. Түрлі әлеуметтік ортада, әртүрлі жағдайда өзін қоршаған адамдармен тіл табыса білу керек. Міне бүгінгі менің педагогикалық тәжірибенің сипаттамасы осы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.